Сен қазір ең маңызды тауарлардың бірін апарайын деп жатсың. Егер де осы тауарды сап-сау апаратын болсаң, $3000 ақша аласың. Немесе сырып алатын болсаң, ақшасы төмендей береді. Содан кейін бұл тауардың мүлдем документі жоқ. Егер милиция ұстап алатын болса, сенен ол тауарды алып қояды. Сондықтан бар үміт сенде. Ой, бро, чики-чики қылып апарам ғой, ешқандай сыры ондай деген жоқ қой. Бізге милиция дейсің ба, милиция тоқтататын болса қашып кете саламыз ғой. Маған сен, бро. Жарайды ендеше, тауарды алып шығып грузовигіңе сала бер. Мә саған не деген көлік мынау? Бұл видеоның демеушісі бір ХВ. Осы видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп, Нұртшема промокодын теретін болсаң 45 мың теңгеге дейін бонус алуың мүмкін. Мына жерден майо семіріп кеттім, арықтау керек, жалпы дейтін. Ал мынаның ішінде бізде енді Lamborghini Aventador деген супер-пупер-мупер көліктердің бірі тұр. Бірақ ұрланған көліктердің бірі менттер ұстап алса, ол көлікті менен алып қоятын болады. Содан кейін ол көліктің ақшасын маған төлеу керек болады. В общем, өте маңызды жұмыс десем болады. Бұл енді жұмыстар. Сиыр сатып алу керек деппін ғой. Басқа, в общем, бизнестер алу керек. Сиырдан басқа бизнес керек маған. Жармайды, в общем, мал шаруашылығы маған арналмаған жалпы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, қайсы ол звондап жатқан? О, әскери қызметтен звондап жатыр. Олармен сөйлеспегелі қай заман? Алло, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, капитан? Ей, Джонни, қайда жүрсің мына жақта самолеттер? Қойшы. Қалай айтсам болады екен. Қазір мен жалпы бір тірліктермен жүретін. Жарайды, ендеше ертең барсам болады ма? Бүгін босамайтын сияқты. Жарайды, ертеңге күтесің болды. Все, рахмет, аға, давайте, от души. Бой, оларды шақыратын болыпты ғой. Военный базаны. Өбе, жолдан шығып кете салатын ғой. Опана, ема, мына жақта мен тұр ғой. Ё-майо, кімді айтсаң сол шығады. Жаңа ғана мен жайлы айтып отырмын, енді мен келді, базар жоқ. Қазір менің прицелім тексермесе болды ғой. Асықпай түсейін өз-өзімді. Жеңіл сезініп тұрайын, типа қорықпай тұрған сияқты. Ана машинаны көріп қоймаса болды. Ең басты Lamborghiniді көріп қоймаса болды. Ал ей, бауырым, түсінбедім, неге ережені бұзып жүрсің? Сызықты былай да кестің, былай да кестің. Сен өзі жүк көлігін айдап келатқаныңды білесің бе? Аға, жалпы, білемін, өте ауыр көлікті айдап келе жатырмын, бірақ негізі мен байқамай қалдым сіздің тұрған... Ой, кешіріңіз, сіздің тұрғаныңыз деппін ғой. В общем, негізі анда өлең тыңдап келе жатқан болатын, сонымен кішкене линияны кешіріңіз, ондай қайталанбайды енді. Не деп кеттің, бауырым? Түсінбей жатырмын ғой, жөндеп сөйлесейші. Сен өзі саусың ба? Есің дұрыс па? Ой, аға, сіздің сөйлегеніңізден қорқып жатырмын ғой, кішкене демалып сөйлесеңізші. Қалай сонда демалып? Мен түсінбей жатырмын сені, бауырым. Әңгіме деген былай, сен жол ережесін бұздың, линияны кестің, сол үшін саған $5 штраф, және де қазір сен грузовигің артында тұрған, яғни прицепті аш, ішін көрейін не бар екен. Аға, ол грузовик прицепінде жалпы дым жоқ, пустой, енді зат алуға бара жатқан болатынмын. Ей, әңгімені созбай, көп сөйлеме, аш дегенде ашу керек қой, ашшы бол. Жарайды ендеше, аға, артынан жүріңіз, көрсетейін сізге прицепті. Ё-майо, қазір көріп қоятын болды ғой ішіндегі Lamborghiniді. Мәссаған, қалай көрсетпей қойсам болады екен, ема. Бір нәрсе қылып кетіп қалу керек, қазір машинаға отырғанда қашып кетейін десем, бұл грузовиктің тал жатқанда, ё-майо, бірден байқап қояды. Блин, қалай істесем болады екен. Аға, қазір күте тұрмыз, кілтті ала салайын, осы жерде тұра тұрыңыз. Ё-майо, бұны алда мүмкін емес болып тұр ғой, қазір бір нәрсе қылармыз ендеше.
Міне аға, прицептің ішінде осындай бір машина тұр, Lamborghini Aventador деген. Қалай сонда? Не болды аға? Машина жоқ дедің ғой. Машина ма? Мен түсінбедім. Сен сонда мені алдайын деп тұрсың ба? Машинаның документтерін көрсет, бол тез. Жарайды, қазір 1 минут күте тұрыңыз. Документтер машинаның ішінде, күте тұрыңыз. Ё-майо, Lamborghini. Блин, не істесем болады екен, машина отырайын да айдап кетіп қалам ғой деймін. Басқа вариант жоқ, сөйту керек болмайды. Мұны менттерден қаштым ба? Қашқан сияқтымын. Тоқта, ема, стрелочкамен жүріп бара жатырмын ғой, базар жоқ. Машинам жөндеп қарастырып машина алдым көрейін. Нормально, алды бәрі нормально, артыда нормально, сырылмапты, базар жоқ. Енді бұны жылдамдатып Симонға қарай апарайын. Мә, сенің товарың, ақшамды бер деп $3000 алып алу керек та, грузовиктің арендасын төлеу керек, қалғанына бір нәрсе істеу керек. Грузовик демекші, ема, оны менттерден қалай алсам болады екен? Жалпы кімде Генридің таныстары бар, соған айтып көрем ой деймін. Генриға айтып көру керек, Генри алып береді грузовикті. Енді маған жылдамдатып қалаға бару керек, негізі бар ғой. Менттер ұстап алмай тұрғанда іздеп жүрген шығар мен уже. Мынауың жыртады ғой, базар жоқ, газды еще до конца басып та тұрған жоқ, жартылай бастырме, тоқта, what the fuck, занос, мә саған почти үйреніп қалдым, Lamborghini'ді айдап бар ғой, управлениесі өте керемет екен, өз-өзін жақсы сезінеді де трассада. Құрсын жай айдайын, қалаға қарай кірдім, енді асықпай айдап жүру керек, менттерді көрсем артқа қарай бұрылып қашып кету керек. В общем, менттер көрсе быт-шыт қылады ғой, менің документтер жоқ. Бұл машинаның вообще Симонға жылдамдатып бару керек, менттерді қойшы. Міне Симонның автосалонына да келіп жеттік. Ешқандай машина көріп тұрған жоқпын, бірақ Симонның автосалонынан. Симон қайда екен? Өзі бүгін жұмысында ма әлде жұмысында емес пе екен? Жарайды, сұрастырып біле саламыз қазір. Міне осы Симон, товарың осы. Енді Lamborghini біраз қиындықтар болды, бұны алып келе жатыр. Документтер дұрыс емес екенін біліп қоя салдаған ғой менттер ана жақта. Сонымен айдап қашқан соң грузовигін тастай салып. В общем, біраз әңгіме, оны айта берсең, айта бересің. Әңгіме жоқ, Джонни, красавчик, сап-сау алып келіпсің товарды. Енді бұның документтерін жөндейін. В общем, Джонни, сен ертең кешке жақын кел, сол кезде ақшаңды берем, бірден берем. Жарайды, болды ғой, нормально ғой онда, келістік қой. Все, давай онда мен тірліктермен кете берейін. Давай, Джонни, давай. Все, Симон, ертең кешке жақын келем. Міне Lamborghini керемет, тағы да айдағым келіп тұр Lamborghini. Давай, короче, кеттім үйге. Осындай Lamborghini кейін сатып алу керек, жыртып айдап жүру керек қой. Мә, оның бәрін қойшы, мен ана грузовигімді қалай алсам болады? КамАЗым ана жақтан қалып бірге. Оны менттер не істеді екен? Өзінің базаларына апарып қойған шығар. Сол жаққа қарай бару керек, маған сөйтіп оны бір нәрсе қылып алып кету керек, менттерге көрсетпей ма? Қазір кімге хабарласып көрейінші, Генриға машинамды әкеп таста деп. Міне Джонни, машинеңді алып келдім, сен қайта бер. Мен қазір қалада бір-екі тірліктерді бітіріп, кешкі жақын өзім таксимен қайтам ғой. Жарайды, базар жоқ. Содан кейін Генри анау осы қалаға қарай келе жатқанда бір грузовой машина көрген жоқсың ба? Көк түсті, және де прицебі ақ. Жоқ, ондай көрген жоқ. Бір машина тұрған емес па? Андай менттер тұрған қасында, шетінде, жолдың шетінде. Сол ғой, Генри, әлі тұрма не ол? Кетін тезет барып қайтайын. Давай, Генри, если что, кешкі жақын звоздасаң келіп алып кетем ғой. Бой, грузовикті алып кетпеп тұрған олар. Тезетіп барайын, қазір біраз бар, енді ол жаққа дейін, кешкі жаққа дейін жетіп үлгеретін шығармын деп ойлаймын.
өзімнің грузовигімді көріп тұрмын. Енді оны маған бір нәрсе қылып алып кету керек. Қасында бір ғана милицейский тұр. Bir нәрсе жазып отыр. Документ толтырып жатыр ма? Ол жағын түсінбедім. Қасына барып сұрастырып білу керек. Ақша беріп көрейін ба? Мүмкін ақша берсем, грузовигімді қайтаратын шығар. Жарайды ендеше, қасына барып көрейін.